Ал енді ойыншығымыздың басын тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасаймыз. Ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кішкентай жіпті тартамыз. Енді әр петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 12 прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Келесі үшінші қатарды тоқимыз. Бір столбик без накида, келесіне прибавка. Бір столбик без накида, прибавка. Үшінші қатарды аяқтадық. Бізде 18 столбик без накида шықты. Келесі қатарларды тоқу үшін мен сіздерге схема қойып кетейін. Жоғарыда 11 қатар тоқуымыз керек. 9 столбик без накида, прибавка. 6 рет қайталап 66 петля болған кезде мен сіздермен 11-ші қатарда кездесейін. Мінекей мен тоқып шықтым. Енді келесі 12-ші қатардан бастап 24-ші қатарға дейін 13 қатар 66 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Осылай 13 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 24 қатар тоқып шықтым 66 петлядан. Енді келесі қатарларды тоқымай тұрып көзін орнатып алған дұрыс. Міне белгілеп қойдым. Көздерін 16-шы 17-ші қатардың аралығында. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мына жерге бір көз. Екеуінің көздің арасында 10 петля қалдырдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осыларды орнатып аламыз.
мінекей. Енді келесі қатарды тоқимыз. Енді келесі 25-ші қатарды тоқу үшін 9 столбик без накида, 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 60 петля болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 убавка. Енді осыны 5 рет қайталаймыз. Қатардың соңында 60 петля болып шығу керек. Келесі 26-ші қатарда 8 столбик без накида, 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 54 петля шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 убавка. Бір рет тоқыдым. Енді сіздер 5 рет қайталаңыздар. Қатардың соңында 54 петля шығу керек. 27-ші қатарда 7 столбик 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 48 петля шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 убавка. Енді осыны 5 рет қайталаңыздар. Қатарда 48 петля болып шығу керек. 28-ші қатарда 6 столбик без накида, 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 42 петля шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 убавка. Біреуін тоқыдым. Сіздер 5 рет қайталаңыздар. Қатардың соңында 42 петля шығу керек. 29-ші қатарда 5 столбик без накида, 1 убавка, 6 рет қайталаймыз. Бізде 36 петля болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 1 убавка. Енді 5 рет қайталаңыздар. Қатардың соңында 36 петля болып шығу керек. 30-ші қатарда 4 столбик без накида, 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 30 петля болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, 1 убавка. Енді осыны 5 рет қайталаймыз. Бізде 30 петля болып шығу керек. Енді соңғы 31-ші қатарды тоқитын боламыз. Мен ішіне осылай синтепонмен толтырып қойдым. Соңғы қатарда 3 столбик без накида, 1 убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 24 петля шығу керек. 1, 2, 3, 1 убавка.
осыны 5 рет қайталаңыздар. Қатардың соңында 24 петля шығу керек. Ал енді ойыншығымыздың денесін тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасап, ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жіпті тартамыз. Енді әр петляға прибавка жасаймыз. 2 столбик без накидадан әр петляға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, соңғы прибавка 11, 12. Екінші қатарды тоқып болдық. Келесі үшінші қатарда бір столбик без накида, бір прибавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 18 петля болып шығу керек. Бір столбик без накида, прибавка, бір столбик без накида, прибавка, алты рет қайталадық. Бізде 18 петля болып шықты үшінші қатарда. Енді келесі қатарларды тоқу үшін мен сіздерге схема қалдырып кетейін. 10 қатар тоқуымыз керек. 8 столбик бір прибавка 6 рет қайталап, бізде 60 петля болып шығу керек. Сол 10-шы қатарда сіздермен кездесейін. Мінекей 10 қатарды тоқып шықтым. Осылай болып шықты. Енді келесі 6 қатарды 11-ші қатардан 16-ші қатарға дейін 60 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Келесі 17-ші қатарда 8 столбик без накида, бір убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 54 петля шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бір убавка. Біреуін тоқыдым. Енді осылай 5 рет қайталаңыздар. Қатарда 54 петля шығу керек. Келесі 18-ші, 19-ші қатар, 2 қатар 54 столбик без накида тоқимыз. 20-ші қатарда 7 столбик без накида, бір убавка, 6 рет қайталаймыз. Бізде 48 петля шығу керек. 2, 3, 4, 5,
6, 7, bir убавка. Bir рет тоқыдым. Сіздер 5 рет тағы да қайталаңыздар. Қатарда 48 петля болып шығу керек. Одан кейін 21-22 қатар, 2 қатар 48 столбик без накида тоқып шығыңыздар. 23 қатар 6 столбик без накида, бір убавканы 6 рет қайталаймыз. Қатарда 42 петля болып шығу керек. 2, 3, 4, 5, 6, bir убавка, бір рет тоқыдым. Сіздер 5 рет қайталаңыздар. Енді одан кейінгі 24-25 2 қатар 42 столбик без накида тоқып шығыңыздар. 26 қатарда 5 столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, бір убавка, 6 рет қайталаймыз. Бізде 36 петля болып шығу керек. Біреуін тоқыдым. Сіздер тағы 5 рет қайталаңыздар. Одан кейінгі бір қатар 36 столбик без накида тоқып шығыңыздар. 28 қатарда 4 столбик без накида, 1, 2, 3, 4, бір убавка. Осылай 6 рет қайталап, бізде 30 столбик без накида шығу керек. Мен біреуін тоқыдым. Сіздер 5 рет тағы да қайталаңыздар. Сосын бір қатар 29 қатарды 30 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Келесі 30 қатарды тоқимыз. Мен ішіне осылай синтепон салып қойдым. 30 қатарда 3 столбик без накида, бір убавканы 6 рет қайталаймыз. Бізде 24 столбик шығу керек. Мына 1, 2, 3, бір убавка. Біреуін тоқыдым. Сіздер 5 рет қайталаңыздар. Қатарда 24 столбик шығу керек. Сосын соңғы 31-32 2 қатарда 24 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Соңғы қатарды тоқып болдым. Соединительный жасап, осы жерден аяқтаймыз. Денесі дайын.